Елде аудандық және оларға теңестірілген сот төрағалары мен судьяларының бос орындарына жүргізілген іріктеу нәтижелері жарияланды. 2 ай бұрын басталған шараға 400-ден астам үміткер қатысып, соның ішінен жоғарғы сот төрағасы, жоғарғы кеңес мүшелерінің және парламент депутаттарының шешімімен 35 үміткер таңдап алынды. Судьялық қызметке ұсынылған үміткерлер туралы ақпарат кеңес отырысының онлайн трансляциясы кезінде жария етілді. Сондай-ақ жоғарғы сот кеңесі 20 судьяны қызметінен босатуды ұсынды. Отырыста кеңес ағымдағы жылы 14 ақпанда жарияланған аудандық соттардың судьялары мен төрағаларының бос орындарына конкурстың және іріктеудің қорытындыларын шығарды. Биылғы жылдан бастап конкурстар жиі өтетін болады. Бір жылдың ішінде 6 конкурс өткізуді жоспарлап отырмыз. Бұрын тек қана 2 конкурс қана өтетін. Атап айтқанда, құжаттар тапсырылғаннан кейін 2 айдың ішінде осындай конкурстардың қорытындылары шығарылатын болады. Сонымен бірге конкурсқа қатысушыларға да талаптар күшейтілді. Әрбір облыстық сот 2 үміткерден ұсынады. Соның ішінен ең лайықтысын таңдап аламыз. Бұл ретте үміткерлердің жұмыс сапасына, ұйымдастырушылық қабілетіне, моральдық және этикалық қасиеттеріне мән береміз.